аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. Мысалды шеш. 378 көбейту 2. Жазамын. Бірінші көбейткіш 378. Бірліктердің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 8 көбейту 2 тең 16. Бұл 1 ондық және 6 бірлік. Бірліктердің астына 6-ны жазамын. 1 ондықты ойымда сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 7 көбейту 2 тең 14. Ойымдағы 1 ондықты қосамын. 15 ондық болады. Бұл 1 жүздік және 5 ондық. Ондықтардың астына 5-ті жазамын. 1 жүздікті ойымда сақтаймын. Жүздіктерді көбейтемін. 3 көбейту 2 тең 6. Ойдағы 1 жүздікті қосамын, 7 жүздік болады. Жүздіктердің астына 7-ні жазамын. Жауабын оқимын. 756. Жарайсың. Мысалды шеш. 834 бөлу 3. Жазамын. Бөлінгіш 834 бөлгіш 3. Бірінші толымсыз бөлінгіш 300-дік. Бөліндінің мәнінде 3 цифр. Жүздіктер, ондықтар, бірліктер болады. Жүздіктерді бөлемін. 8 бөлу 3 тең 2. Қалдық 2 жүздік. Бөліндінің мәніне 2-ні жазамын. Ал қалдықты жүздіктердің астына жазамын. Қалдықтың жанына ондықты түсіремін. 2 жүздік және 3 ондық бұл 23 ондық. Ондықтарды бөлемін. 23 бөлу 3 тең 7. Қалдығы 2 ондық. Бөліндінің мәніне 7-ні жазамын. Қалдықты ондықтың астына жазамын. Қалдықтың жанына 4 бірлікті түсіріп жазамын. 2 ондық және 4 бірлік болады. Бұл 24 бірлік. Бірліктерді бөлемін. 24 бөлу 3 тең 8. Бөліндінің мәніне 8-ді жазамын. Жауабын оқимын. 278. Жарайсың.